Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте жеңіл дайындалатын керемет дәмді қыстық салат рецептісімен бөлісемін. Жұмыс жасау оңай болу үшін қажетті ингредиенттерді осылай алдын ала аршып, жуып, тазалап алдым. Ең алдымен қызанақтан бастаймыз. Ол үшін қызанақты алдын ала жуып, тазалап аламыз. Содан соң қажет емес артық бөліктерін осылай пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймыз. Содан соң қызанақты осылай видеода көрсетілгендей етіп турап, алдын ала дайындап, бір ыдысқа саламыз. Барлық қызанақты дәл осылай етіп тазалап, турап қоямыз. Достар, осы каналымда үнемі апта сайын тұрақты түрде жаңа сенімді видео рецепттермен бөлісемін. Оларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Осы қыстық салатты бала кезімде жыл сайын үнемі анам дайындайтын өте керемет, дәмді, сенімді рецепттердің бірі. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қызанақтың барлығын турап дайындап алғаннан кейін оны бірден ет тартқыштан өткіземіз. Осылай бірнеше бөлігін ет тартқышқа салып, оны қолымызбен айналдырамыз. Егер сіздерде ет тартқыштың электронды түрі немесе блендер болса, оны да қолдансаңыздар болады. Міне, осылайша біздің қызанақтарымыз сұйық қалыпқа енеді. Дайын болған сұйық қызанағымызды осындай арнайы қайнататын ыдысымызға құйып, барлық қызанақты осылай өткізіп аламыз. Тартылған қызанақтарымызды бірден газға қойып, оны қатты отта қайнатамыз. Қызанақ қайнағанша сәбізді тураймын. Ең алдымен оны осылай дөңгелектеп, жұқалап кесемін. Егер сіздерге басқалай тураған ыңғайлы болса, өздеріңіздің қалауларыңызша тураңыздар. Содан соң дөңгелектелген сәбізді осылай ұзынша етіп, ұсақтап, видеода көрсетілгендей турап аламын. Сол кезде сәбіздеріңіз піскен кезде өте тез әрі жылдам пісетін болады. Сол себептен осылай жұқалап кескендеріңіз дұрыс. Міне, осылайша сәбізімізді ұсақтап турап дайындап қоямыз. Ол уақытта біздің қызанақтарымыз қайнай бастайды. Бір араластырып, содан соң астын отымызды жай отқа қойып, ақырындап қайнатамыз. Қызанақ қайнап жатқан уақытта басқа көкөністерді дайындаймыз. Жасыл және қызыл тәтті болгар бұрыштарын жуып тазалап алғаннан кейін, оның ортасындағы дәнектерін толығымен тазартып, кесіп алып тастаймыз. Барлық бұрышты өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген формада турасаңыздар болады. Мен видеода көрсетілгендей етіп, орташа көлемде ұсақтап турап алдым. Негізінде бұрыштарды да, басқа көкөністерді де турамай ет тартқыштан немесе блендердан өткізсеңіздер болады. Олайда салат өте дәмді шығады, бірақ дәл осылай видеода көрсетілгенде жасап көрсеңіздер, салаттың дәмі одан әрмен дәмді бола түседі. Міне, осылайша біз болгар бұрыштың барлығын турап дайындап аламыз. Келесі пияздың барлығын осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұсақтап турап дайындап аламыз. Туралған пияздың барлығын осылай бір ыдысқа салып дайындаймыз. Енді бізге аршылған сарымсақ тісшелері және осындай таза құрғақ ыдыс қажет. Барлық сарымсақ тісшелерін осындай пресстен өткізіп дайындап аламыз, немесе пышақпенен ұсақтап турасаңыздар болады. Сарымсақтың барлығын пресстен өткізіп осылай ұсақтап аламыз. Жартылай ашты қызыл бұрышты алып, жуып тазалап алғаннан кейін, ортасындағы дәнектері мен тұқымдарын толығымен алып тастаймыз. Содан соң видеода көрсетілгендей етіп, барлық бұрышты осылай ұсақтап турап аламыз. Сіздер бұл салатқа арналған ингредиенттердің мөлшерін өздеріңіздің қалауларыңызша көбейтсеңіздер болады, себебі бұл салат өте дәмді болып шығады. Барлық көкөністерді турап дайындап алғаннан кейін қызанаққа қайта ораламыз. Міне, осылайша біздің қызанақтарымыз қайнайды. Енді бізге бұл ыдысты газдың артқы бөлігіне қою қажет. Себебі екінші қазанымызды алып, оны да толықтай қатты етіп қыздырып, майымызды құйып аламыз. Қатты қызып тұрған майымызға ең алдымен сәбізімізді салып қуырып аламыз.
жақсылап араластырып аламыз. Кішкене араластырып тұруларыңыз қажет болады. Сәбіздеріңіз қуырылып толығымен дайын болғанын осылай толығыменен майға батқан уақытта білесіздер. Міне біздің сәбізімізді қуырып алғаннан кейін барлық сәбізді осылай кәкпірменен сүзіп аламыз. Сәбіздеріңіздің қуырылып піскенін бірден байқауға болады. Оның көлемі бірден азайып сарғая түседі. Сәбізді қуырып болғаннан кейін болгар бұрыштарында қатты қызып тұрған майымызға салып араластырып қуырамыз. Асты күйіп кетпеу үшін 2-3 минут сайын осылай араластырып тұрамыз. Болгар бұрыштары жұмсарып қуырылып болғаннан кейін оны да кәкпірмен майымыздан толығыменен барлығын сүзіп аламыз. Келесі дәл солай етіп пиязымызды да қатты қызып тұрған майымызды араластырып қуырамыз. Асты күйіп кетпеу үшін 2-3 минут сайын осылай араластырып сарғайғаннан кейін пиязымызды да кәкпірменен майымыздан толығыменен сүзіп аламыз. Келесі кезекте бізде жартылай ащы қызыл бұрыш және сарымсақты салып, оны да қатты қызып тұрған майымызда үнемі араластыра отыра қуырамыз. Асты жабысып қалмау үшін үнемі осылай араластырамыз. Сарымсақ тез күйіп кететіндіктен осылай араластыру міндетті. Шамамен 3-5 минут қуырып болғаннан кейін оны да кәкпірменен алып толығыменен майдан сүзіп аламыз. Барлық көкөністерді қуырып дайындап болғаннан кейін қайнап жатқан қызанаққа қайта ораламыз. Оған дәміне қарай қант және тұзын салып сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты дәміне қарай қантын, тұзын және майды көбейтіп немесе азайтып салсаңыздар болады. Қатты етіп қайнап жатқан қызанағымыздың үстіне жаңағы қуырылған көкөністеріміздің барлығын алдымен кәкпірмен, содан соң барлығын аударып салып, бір араластырып, содан соң қақпағын жауып, астындағы отын сәл басып, шамамен 1 сағаттай қайнатамыз. Уақыт өткеннен кейін қақпағын ашып тексереміз. Сол уақытта бізде бетінде қалқып осындай майы шығуы қажет. Осы уақытта біздің салатымыз дайын болып есептеледі. Осы кезде дәміне қарай бір ас қасық сірке қышқылын қосып, тағы да бір рет араластырып, шамамен 2 минуттай қайнатып, салатымызды өшіреміз. Залалсыздандырылған банкаларымыздың ішіне құйып, оны толығымен суығанша қалдырамыз. Салатымызды осылай толығымен бетін жапқанға дейін банкамыздың бетіне құйған кезде біздің салаттарымыздың беті көгермей жақсы болып сақталатын болады. Сіздер де дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Қазір сіздерге ашып біреуін көрсететін боламын. Толығымен суығаннан кейін біздің салатымызды осындай тарелкаға салып, кез келген тағамның подливы ретінде қолдансаңыздар болады. Бұл салатты нанмен жесе де сондай дәмді, өте керемет қыстық салаттардың бірі. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Менің каналымда банканы қалай дұрыс залалсыздандыру керектігі жөнінде видео бар. Соны да қарасаңыздар болады. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын.